Biz yine de Şolpan'ın laboratoriyasından ötküzüp жатырмыз. Mınандай қалайсыздар? Мен құрт жегішпін. Я 350 теңгеге мынандай алам. Дәке-мәке дегені бар. Одан кейін тағы бір Қырғызстаннан келеді деймін көбі. Таза құрт йодпен алынды деп айналайынды да таза құрт деп енді асыламыз ба, қаяқтан барып аламыз соны. Тапсырыс беріңдер дейді. Оның килосы 4.000 ба 5.000. Сонда мысалы мынандай қылып шығарып сатсаңдар 300 теңге, 400 теңге, 500 теңге мысалы қолжетімді. Біз алайық. Оны бүкіл қалаға сатыңдар, шығарыңдар. Бір ауылда болмаса бір қаланың бір шетінде килосы 4.000, килосы пәлемін деп мен мысалы аламайым. Ондай. Дәке-мәке 350 теңге тұрады. Я онша емес. Одан кейін анау бір сатылады да Қырғызстан несі майлы сондай. Одан кейін біреулер айтты, құртты абайла не дейді. Андай нелері мерзімі өтіп кеткен айран сүт бар ғой. Соның бәрін бір неге салады екен да. Жаңадан ірімшік жасап, сүзбе жасап, жаңағыдай қалған құтқан шикізат, сол неден қалған құтқан мерзімі өтіп кеткен тауар заттан құрт жасайды салтына абайла деп та. Біліп, сол 350-400-ге алып, осындай әкелетіндерін. Құдайға шүкір аман есенбіз. Я таза құрт әдемі, қолдың құртын жегім келеді. Бірақ сол көп жерде емес, базарда дейді. Қазір мен шын айтсам қанша жыл болды базарға шын айтсам бармайым. Баратын Тоймат, Смол, Скиф ет бәрін арзанырақ. Үйдің жанында дүкендер ары кетсе. Базардан ештеме алмайым. Өте қымбат, базар қымбат болып кетті дүкеннен қарағанда. Сол айып етпестер енді, саудаларыңыз жүре берсін, егер құртпен айланысаңыз. Сол сәттілік тілеймін.